Нұрия апай, алла разы болсын дейді. Рахмет үлкен. Айтқаныңыз келсін. Банкке барып арыз жазып көріңіз, жаңа өзіңіздің жұмыстан графикка жазатын кезде мыналарға назар аударуымыз керек. Біздің жағдайымыз нашарлағанын растайтын құжаттарды, отбасымыздың жағдайын көрсететін бүкіл құжаттарды, күйеуіңіз болса екеуіңіздің араңызда неке туралы куәлік, ол жұмыссыз болса жұмыссыз екендігі туралы, немесе жұмыс болып айлық аз болатын болса оны, шығыстарымыз қанша, соның бәрін көрсетеміз. Бұл графикке байланысты. Арызды жазып көрсеткеннен кейін оны қағазға шығарып қол қоямыз, апарып тапсырамыз. Апарып тапсырған кезде нені білу керек? Апарып мінекей тастай салып кетіп қалуға болмайды. Бұл дұрыс емес әрекет. Ертең арызды, яғни графикке арызды тапсырғанымызды дәлелдей алмаймыз. Арызды тапсырғанымызды растайтын құжат, ол жаңағы арыздың көшірмесіне банк мына төменгі жағы болсын, мына бұрыштардың біреуінің бір жағына қолын қойып, мөрін басып беруге тиіс. Қабылдап алған растап. Неке содан кейін 15 күннің ішінде сіздер жауабын аласыздар. Әлгі құжаттардың бәрін қосымша тіркеу керек. Жолдасым жоқ, қайтты. Онда қайтыс болу туралы куәлікті бәрін тіркейсіздер, егер де жолдасыңыз болмаса.